Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге мясной пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, жарты стакан жылы су, жарты стакан жылы сүт, дрожж, тұз, сары майымызды ертіп қосамыз және қаймақ қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр қылып илеп аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, жақсылап жұмсақ қамыр қылып илеп аламыз. Міне мен қамырды илеп болдым. Енді жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашып көтерілгенше біз начинкасын дайындап аламыз. Фаршымыздың үстінен пияз, картошка, тұз, бұрышты салып, жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымыз ашып көтерілді. Енді екі бөлікке бөліп қоямыз. Бір бөлігін үлкен қылып, бір бөлігін кіші қылып кесіп алдық. Осылай қамырымызды домалақтап алып, жаямыз. Қамырымызды бірден пергаментмен қағаздың үстіне жайып, үстінен начинкасын саламыз. Начинкамызды салып болған соң, қамырымызды үстіне қойып, жақсылап бір-біріне біріктіріп, өріп шығамыз. Үстіне жұмыртқамызды жағып, күнжіт тербеміз. Пирогтың ортасын осылай пышақпен тесік қылып қалдырамыз. Пешімізді 180 градусқа қойып, жарты сағатқа пісіріп алдық. Міне біздің мясной пирогымыз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.